сол кезде сізбен сырласып әңгіме айтып жатырған кезде Сарсебановтың тарапынан бір қол көтеру, я болмаса бір қандай да қысымшылық көріп жүргенін айтты ма? Айтқан жоқ, просто бұл мен мысалы ар-намысыма тиді, біреуменен енді жатқан фотосын салып жіберген ғой, сол арқылы мен может біреу қастандық жасады ма ойланша ешпегенде ол солай жауап берді. Маған да ештеңе демейді. Басқасына да түсінікті. Шарбежовтан сен артында бес балаң бар, ол қызың. Соларға әке болып қаласың. Әкең бар деп. Оларға есеп беремін. Сондықтан оларды жақсы азамат болып, азаматшалық өсуге куә етемін. Күлесің, төзесің, күресесің сол үшін. Өзіме бекем болып, көңілін ешқандай қысып көрген жоқсың, арпалысың. Көңілмен арпалысың. Жаңағы кәсіби жөнінде ақша туралы айтылып жатыр ғой. Сол туралы енді аға мен жеңгемнің пин-коды жазылып тұруы мүмкін, енді бір неге, карточкаге сыртында неге. Ал енді Наурыздыкін енді біліп алды деп ойлаймын. Мейрамгүлдікі жазылып тұруы мүмкін, себебі Мейрамгүл пин-кодтың санын несін білмейді. Мейрамгүл өте жуас, сондай қыз болды. Адамнан сұрақ қойсаң жауап береді, сұрақ қоймасаң жауап бермейді. Бұлай күліп әңгімесін айтады. Амның андай терімен басқан сасының ақшасына дейін алып отырыпты бұл. Бүкіл адамдардың ақшасын алып отырыпты бұл сенің. Көтеріп ажыңды. Қайда жүргенін айтатын шығар, бізге деген мақсатпен үйіне барғанбыз. Барсақ, үйінің есігі ашық екен, үйінде 5 бала отыр. 5 кішкентай бүлдіршін бала отыр. Үйіне кірдік, ұстатыс болса да кіруге тура келді, кірдік. Әжелерін қайда деген кезде әжеміз қонаққа кетіп келеді. Сол арада біраз уақыт өткеннен кейін әжесі келді. Әжесі келген кезде мама Сұлтан бізге кішкене мінезін көрсетті да. Сосын біз айттық, сіз неге бізге мінезіңізді көрсетіп жатырсыз, сізге келгендегі мақсатымыз осы құдаларымыз Мақсұттың, Нәсіптің, Наурыздың, Мейрамгүлдің қайда жүргенін білу. Сосын қызымыз, күйеу балаңыз, келініңіз Ақбаянның және ұлыңыз Сұлтанның қайда жүргендігін білу мақсатында келдік деген кезде, ол кісінің бізге берген жауабы 4 ноябрь күні деп, 4 ноябрь күні Сұлтан үйден Ақбаянды алып, 5 баланы тастап, қалаға Ақбаянды емдетуге кетті. Бірақ ақиқатында Сұлтанның ол уақытта ауылда екендігі мәлім болады. Мағдай тентектікке жоқ дедік, айтқанды орындап шығарып оқып көрдік кішкентайынан енді. Өзінің ішіне жауап беретін, тиянақты, ішіне сөзіне жауап беретін бала болып өсті енді. Күнге дейін қайдан білейін біздер. Тәртібі жақсы болды ма? Тәртібі жақсы болды енді. Мектепке неден ешқандай мектепте оқып жүрген кезінде ондай болған жоқ.